Қалжалы әйелден олжалы ұл өседі. Қалжа деген не? Қалжа босанған келінге арнап байланған қой. Дүниеге сәби әкелу оңай емес. Әйелдің бар күш-қуаты азайып, әлсіреп қалады. Сондықтан қазақ халқы жас ананы ерекше күтімге алған. Жас босанған әйелдің тісі әлсіз болады, түсіп қалуы мүмкін деп суық ас жегізбеген. 40 күн бойы қалжаның етін жегізіп сорпасын ішкізген. Жақсы қалжаланған келіннің сүйектері қақсамай, тістері түспей, күш-қуатын жинап, 6 күннің ішінде үй тіршілігіне араласып кеткен. Қалжа келіншектің күйеуінің мойнындағы міндеті саналғанымен, оны кейде келіннің төркіні де әкеліп жатады. Қалжаның күнделікті жейтін еттен басты айырмашылығы ол жас босанған ана мен баланың сыбағасы. Қалжа жеген ананың сүтіден әрлі, құнарлы әрі жеткілікті болады. Сәбидің де ананың да ұйқысы жақсарады. Бірінші күні келін қалжаға сойылған қойдың 6 буыннан тұратын мойын омыртқасын тісін тигізбей қолымен мүжейді. Еттен тазарған жұлынды тік таяқшаға кигізіп, баланың мойны тез қатайсын деген ырыммен керегенің басына ілген. Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова апамыздың айтуынша, кейбір өңірлерде қалжаны келін төркіндері әкелген. Сол секілді ағайын туыс, дос-жарандарда қарап қалмаған. Қалжасы үзілмесін деп қуанышқа қойын өңгеріп келеді екен. Өйткені бір әулетке ұрпақ сүйгізіп, айналасын қуантып отырған анаға арналған бұл дәстүрді жасау сауабы зор әрі абыройлы істелінген. Ана мен баланың былайғы жерде дені сау, көзі қара болуы қалжаға тікелей байланысты болған. Бүкіл мүшесі салдырап жатқан әйел күнде күйлі қойдың жас сорпасын ішіп, етін жеген сайын күш-қуаты қалпына келіп, белі бекиді. Кездейсоқ кезігетін түрлі ауру сырқауға қарсылық қуат артады. Сүті нәрленіп, құнарланып, балаға жұғымды әсерін береді. Сәби күн сайын ет алып ширай түседі. Әйелдің денесіндегі ұйыған, қатқанған артық тұз секілділер термен шығып, бойы тазарады. Көңілі сергіп, өңі ашылып, ажарланады. Қазір жас келінге жаңа сойылған қойдың етін 40 күн жегізіп, ыстық сорпа ішкізетін отбасылар некен саяқ. Қазіргі қалжа бір күндік тоймен шектеледі десек, артық айтқандық емес. Келіннің төркіні әкелген ерке қойды сойып, әйелдер жағын қалжа тойға шақырады. Бұған қоса, келіннің туған туыстары құрғыл келмей, қалта жасап әкелетін болған. Қазақ халқында қалжалы бала батыр, қалжасыз бала қалжыр. Әйел қалжадан ұлғаяды, ер олжадан марқаяды. Қалжасы жарасқан әйелден қанжардай ұл өседі. Қалжасыз әйелден қаншырдай қатқан қыз өседі. Қалжалы әйелден олжалы ұл өседі. Қалжа түбі олжа деген аталы сөздер бар.